Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Бізде жаңбыр қойып, кішкене сіркіреп тұрған болмаса, міне шыбыштарын босатайын деп, шітке. Шығарайын деп сол. Далаға кішкеп қойғасын. Шығарып сол жайып аламын. Кеттік. Достар, міне өздері шықты. Артымнан дым көтеріп та дым қуған жоқпын, өздері келатыр. Мында шөп бар. Осы өздері жүреді. Тікенек шөп деген қандай ол достар? Айтты, осы жаққа жайып жатыр міне. Мына шөптерді жақсы жейтін, сары несі бар, гүлі бар. Соларды тікенек деген қайсысы айтып кетіңіздер. Ана шөптерді дұрыс жемейді. Или просто жұлып берген соң дұрыс жемей ма міне. Жейтін шөптері міне осы. Осындай. Аттарын білмеймін шөптерін енді. Ондай аттары жоқпыз. Мен мұндай шөптерді жейт бір қандай дұрыс жемейді жұлып берсең. Білетін шығарсыздар. Ондай шөпті. Міне сол. Міне жақсы жеп жатыр. Осы достар. Осылай қазір 1 сағаттай жайып отырамын. 3-ке дейін. Мен айырып жеп жатыр. Мынау неге жемей тұрғаны білмеймін. Дала салқын әлі негізінде. Қатып қалды осы. Бұндай күні негізі шығармаған дұрыс сияқты. Бірақ енді кішкене басылған соң шығарып тұрып. Жесін шөпті жайылсын. Жүргенде негізі пайдалы ғой бұларға. Буаз кездерінде. Мынау енді буаз ғой. Бұл енді өспей ме? Или өсе ме әлі? Айтып кетсеңіздер. Сол. Осы шөптер жейтенді. Толып тұр осы жерлерде. Міне. Достар, былай беріп жатырмын қолымдан. Міне жақсы жейді екен байқағаным. Мына шөптің аты не, мынандай шөпті бересіздер ме сіздер? Мыналар иттен үлкейді негізі. Мынауын құрсын. Болды жейсін. Мына яқтарда да бар. Осы достар. Сіздер қанша сағат жаясыздар? Қанша штук ешкі қойларыңыз бар? Айтып кетіңіздер комментарияға. Айтпақшы 500 подписчикке көп рахмет. Сіздердің арқаларыңызды және өзімнің арқамда жеттік. Осы 500 подписчикке оңай болған жоқ. Енді сіздерге осындай жақсы контенттер түсіретін боламын. Тауық, қаз, шыбыш, ешкі, мал туралы. Осы достар. Енді тағы да 500 подписчик жинасақ, подписчикке қосып, монетизация деген нәрсені қоссақ, өте үлкен жетістік болады. Негізі 500 подписчикте Құдайға шүкір жақсы. Көзден сақтасын енді бәрімізді. Осы қара шыбыш деген иттерден қорқып тұр ана жерлерде. Мына здания салынады, сол иттер бар. Итте қорқпады күзетсін деп. Мынау уже үйреніп кеткен. Бұл енді айырып жүр. Бұл да алдында басында келгенде қорқып жүреді. Нормально бәрі. Анау енді қорқып жүр, үйрен салмай. Кеше келдік, тек кешкі жеттілерде. Үйренсіп кетеді ғой. Мына жүнін қырқу керек енді. Бұлай мен семіз шыбыш сияқты көрінеді, бірақ жүні үлкен. Қырқылмаған, мынау қырқылған. Ит өртіп тұр соған. Қорқып тұр ғой. Кете!
Olsun dostlar, ittер қуып жібердім. Қазір. Аяқ жаман балшық. Ертең шығам екен. Ертең күн шықса вообще жақсы болар еді. Тікенек шөптеген міне осы сияқты. Осы ғой. Осы. Осы сияқты мен ойымша. Тікенек. Осыны да жақсы жейді. Итті құтты міне шұрыс жақсы жеп жатыр. Қарсы жүріс. Сіздер жақта шұрыстар, буаз шұрыстар қаншадан болып жатыр? Шұрыс не дегенмен кішкентай болады, ешкіміз қосып. Бір 5-6 айдан кейін, туғаннан кейін ешкі деп айтамыз ғой. Осы достар, жақсы жеп жатырмын шөптерді. Қазір 1 сағаттай әлі жаям. Отырамын осы жерде қарап. Осы достар. Тағы да 500 подписчиктерге рахмет. Кім тіркеліп қолдап жүр. Тіркелмегендер болса тіркеліп каналға өтейік. Сіздермен болған мен Маруф, қош сау болыңыздар. Осы достар.